күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызға салса ерейтіндей өте нәзік әрі дастарханыңыздың көркі болатын салат дайындаймыз. Ең алдымен тұзды суға қайнатылған тауық еті, 2 картоп және 2 жұмыртқа және аздаған бетіне сыр керек болады және майонезбен араластырамыз. Ең бірінші тауық етін жұқалап әрі 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Осы рецепттегі көрсетілген ингредиенттер 2 тарелкеге жетеді. Сондықтан қазір мен 2 тарелке салат жасайтын боламын. Осы турап алған тауық етін 2 тарелкеге ең астына осылай қолымызбен жайып орналастырамыз. Одан кейін бетіне жұқалап етіп майонезді осылай жағып шығамыз. Мендегі тауық еті, картоп барлығы тұзды суға қайнатылған, сондықтан мен арасына тұз салмадым. Егер сіз тұзды суға қайнатпаған болсаңыз, арасына міндетті түрде тұз салып отырасыз. Тауықтың етінен кейін үстіне майонез сеуіп, оның үстінен картопты осылай үлкен көзінен үкішпей өткіземіз. Және оның үстінен тағы да осылай майонезді жағып шығамыз. Мен майонезді онша ұнатпайтын болғандықтан көп жақпадым. Сіздер өз қалауыңыз бойынша қарайсыздар. 2 тарелкеге бірдей осылай картопты үккіштен өткіземіз. 2 тарелкеге бірдей етіп картопты үккіштен өткізіп алдық. Үстінен жұқалап майонез жағып шықтым. Енді оның үстінен жұмыртқаны үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп алған жұмыртқаны жақсылап бетіне қаспен осылай жайып шығамыз. Және үстінен тағы да бір слой майонез жағамыз. Аздап майонез жағамыз. Одан кейін ғана сырды үккіштен өткізіп қосамыз. Мен қолданған ірімшік, сметанковый ірімшігі өте қатты, үккіштен өткізгенге ыңғайлы. Жан-жағын жақсылап жинап, осылай әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі тойымды салат.